Сандарға байланысты мәселе есептер тақырыбында видеом сабағымды бастайын. Сандарға байланысты мәселе есептер бұған дейінгі теңдеу құру тақырыбындағы және әріптер өрнектер бойынша көрсеткеніндей біз жаңағы санды өрнектерге айналдыруымыз керек. Және бұл басты бір айта кететін нәрсе, мынандай нәрсе сандарға байланысты есептерде мынандай нәрсені есте ұстауымыз керек. Мысалы айталық 123 деген санды біз разряд бойынша жіктеуді үйренуіміз керек. Яғни бұл 1 көбейтілген 100 қосылған 2 ондық қосылған 3 бірлік, немесе бұны біз мынандай формуламен беруімізге болады. Енді бұны жіктейтін болсақ, яғни 100 көбейтілген x қосылған 10 көбейтілген y қосылған 1z, осындай сияқты есептерді біз білсек болды. Және мына нәрсені ұмытпайық, үстіне жаңа сызықпен көрсетіп қойық. Енді ары қарай есептер шығару барысында қосымша түсініктер қалыптасатын болады. Басқа теңдеу құру бойынша көрсеңіздер, осы санның санды математикалық өрнекке айналдыру, сөйлемді математикалық өрнекке айналдыру сияқты дағдылар сол видео сабақтардан қалыптасады деген ойдамын. Соларды көріп барып, осы видеоны көрсеңіздер, сіздерге жеңіл болады. Келесі есептерімізге кірісейік. Мынандай есептер қалай шығаруға болады? Енді бұның нақты бір шығару формуласын іздеудің қажеті жоқ. Қарапайым логикаға салып көрейікші. Мысалы айталық 25 дана 0 бар, санынан 27-ні азайтты. Шыққан санның цифрларын қосындысын табыңыз. Яғни біз мысалы алып көрейік. 27-ні азайтайық, 100-ден 27-ні азайтсақ, бізде 73 шықты. Бұнда ешқандай 0 жоқ қалмады. Енді 1000-ді көрейік. Осыдан 27-ні алайық. Бұнда 973. 10.000-ді да көрейік осылай. Осыдан 27-ні алып көрейік. Бұнда 9973. Енді бұдан осылай жалғаса береді. 0 артқан сайын, бір 0 да артып отырады. Яғни бізде 4 0-да 2 9 шықты. 3 0-да 1 9. Яғни 3 0-дан 25 0-дан бізде қанша 9 шығады онда? 25 0-дің 2 0-ы 73-ге айналады. 23-і 25 0 болса, оның 23-і 9 болады дағы. 24 25-ші 0-дары неге айналады? Қандай цифрларға айналады? Ол бізде 7 және 3. Яғни 9 көбейтілген 23 қосылған 7 қосылған 3. Осы түсінікті ма? Мына осындай бір заңдылық арқылы анықтап алдым. Сонда 23 9-ға көбейтсек, бізде 180 207 қосылған 7 қосылған 3. Сонда бізде шығады 217. Дәл осы есеп жүр. 25 деп жүр. 27 деп жүр. 23-ті азайтты қойдым. Шатыспасам, осы бір 25 дана 0 бар деген осындай есептермен берілген. Яғни мұнда 217 болып тұр біздің жағдайда. Осы түсінікті деген ойдамын. Келесі есепке кеттік. 2015 дана натурал сандарын өзара қосқанда қосында 2016 шығатын болса, олардың көбейтіндісі неге тең болатынын табыңыз. 2015 дана натурал сандарын қосқанда, сонда бізде 2015 бір өзіне 2015 рет қосылса, оның қосындысы 2015 шығарады. Онда оның құрамында бізде біреусі 2. Сонда бізде 2016 шығатын болса дейді.
Онда ана бірлердің олардың көбейтіндісі неге тең? Яғни бірді өзінің қанша рет көбейтсең де 1 шығады. Арасында 2 бар, көбейт. Яғни 1 көбейту 1 көбейту бірнеше 1 көбейту 2. Онда бізде көбейтінде 2 шығады екен. Егер қосында мынандай болса. Енді натурал сандардың өздері қосқанда бізде мынаның ішінде 0 кірмейді. Басқаларын қоссақ, онда арасына 0 кіріп кетеді. Мысалы, мынаның біреуі 3 болады десеңіз, онда ол 2015-тен асып кетеді, және басқа бір 0-лар кіргізу керек. Ал 0 бізде натурал санға кірмейді ғой. 0 деп біз ештеңені санамаймыз, жоқ деп айтамыз. Сондықтан бізде С нұсқасы 2-ге тең. Келесі есеп. 2 санның қосындысы 573-ге тең. Оның біреуі бір цифрмен аяқталады. Егер де бірді сызып тастасақ, онда екінші сан шығады. Осы сандардың үлкенін табыңыз. Так. Біз қалай істесек болады? Мұнда нұсқа бойынша шығарып көрсеңіздер де болады. Ал бұлай жаңағы нақты шығару жолын қарастырайық. X, Y және 1. Бұл 3 таңбалы сан. Бұны жазатын болсақ, 100x қосылған 10y қосылған 1. Бұл бірінші сан. Екінші санымыз жай ғана x, y. Яғни бірді сызып тастады. Онда ол 10x қосылған y. Осы екеуінің қосындысы 573-ге тең болса. Осы екеуінің қосындысы 573-ге тең болса, онда мынаның барлығын қосайық. Яғни 100x қосылған 10y қосылған 1 қосылған 10x қосылған y тең бізде 573 болса, мына бір азайтылады 572 дейік. Мұнда 110x қосылған 11y тең 572. Бұдан шығады 572 дедік. Ары қарай. Сонымен мұнда қарасақ, барлығы 11-ге қысқарады. Сонда мұнда 10x қосылған y тең 52 қалды. Енді 10x қосылған y-ті біз қайтадан мынасы түрде жазаламыз, және бұл 52. Бұдан қарасақ, x тең 5 екенін көруге болады, y 2 екенін көруге болады. Сонда біздің осы сандардың үлкенін табыңыз дейді. Осы сандардың үлкені бізде біреуі 52 болса, онда біреуінен бір сызып бір алынып тасталса, ол 521 болған. Яғни В нұсқасы. Енді нұсқа бойынша тексеріп көрсеңіздер де бұлай жасасаңыз болады. Шартты орындап. Оның біреуі бір цифрмен аяқталады. Мынаның барлығы бірмен аяқталып тұр. Бірді сызып тастап көріңіз. Мысалы 501 қосылған бірді сызып тастасаңыз 50. Бұл бізде 551. Ал бізде есептің шарты 573-ге тең болу керек. Мұнда көрейік. 521 бірді сызып тастасақ 50 қоссақ 573. Яғни есептің шарты шығып тұр, онда 521 белгілей берсеңіз болады. Мынау қиындық тудырса көп оқушыларға. Мынау негізі шығару жолы осы деп мен сіздерге көрсетейін дегем. Ал жалпы 5 нұсқаны тексере салған сізге жеңіл, білмесеңіз мына жолдарды. Ары қарай кеттік. Сахнаға олимпиада жүлдегерлерін сапқа тұрғызды. Мектеп директоры оларды құттықтап тұрып, жүлдегерлердің ішіндегі ең үздігі Дидардың оң жақтан санағанда 5-ші тұрғанын көрді. Онда мына жағында бізде мұнда Дидар тұр. Оң жақтан санағанда 5-ші екенін көрді. Яғни мына жағында 4 бола тұр. Ал математика пән мұғалімі Дидардың сол жақтан санағанда 9-ші тұрғанын көрді. Онда бұл 9-ші тұрса, мына жағында 8 бар, 4, 5, 6, 7, 8. Онда барлығы қанша бала бар? Яғни 8, 9, 13 бала бар. Келесі есепке кеттік. Қатты қиындық тудыратын есеп деп айтуға келмейді.
оң жағынан сол жағынан оқығанда бірдей болатын үш таңбалы сан нешеу? Бізде үш таңбалы сан, бастапқы сандар бізде бірден басылады, одан кейін екіден, үштен, сол сияқты 9-бен басталады да аяқталады, иә? Енді біз екі жағынан бірдей, оң жағынан да сол жағынан да оқығанда бірдей болатын үш таңбалы сан нешеу дейді. Яғни 111, 121, осы сияқты 131 деп келеміз дағы 191. Яғни бұл бірдің ішінде қанша сан бар? 9 сан бар. Енді бізде кешіріңіздер, мұнда 101 қалып қалды. Сонда бізде 10 сан бар. Я, бірдің ішінде. Бірмен басылатын цифрлардың үш таңбалы сандардың ішінде 10 сан бар екен. Яғни осы сияқты бізде 9-дан барлығын жазып шықсақ, бізде әрқайсынан 10 шығады. Сонда 10 көбейту 9 тең 90 деп таба салсақ болады екен. Жалпы осыны енді толық жазатын болсаңыздар, мен қысқаша жазуға тырыстым. Келесі есепке кеттік. Так, 4.921.508 санында кейбір цифрларды өшіргенде ең кіші үш таңбалы сан шығуы тиіс. Өшіруге болатын 4 цифрды көрсетіңіз дейді. Өшіруге болатын 4 цифрды көрсетіңіз дейді. Мына жерде яғни 1 өшкен, 5, 0, 8 өшкен, яғни ең бастапқы 492. Осылай әр нұсқамен көріп шықсақ, бізге ең кішісі өзі көрінеді. Мұнда 4-ті өшірсек, 9-ды өшірсек, 2-ні өшірсек, және 5-ті өшірсек, онда бізде 108 деген сан шығып тұр. Келесі үшінші нұсқа 4, 2, 1, 0-ді өшірсек, 9 қалып тұр, 5 қалып тұр, және 8 қалып тұр, иә? Келесі д нұсқасын 4, 9, 5, 8-ді өшірсек дейді. Онда 210 шығады екен. Және е нұсқасында 4, 9, 2, 1-ді өшірсек, 4, 9, 2, 1-ді өшірсек, 508 қалады екен. Енді осы сандарды салыстырсақ, бізде в нұсқасында ең кіші сан тұр. Осы түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке кеттік онда. Үш таңбалы екі бүтін санның қосындысы 495 к санына, ал бөлінісі 4 санына тең болса, осы сандарды анықтаңыз. Бөлінісі 4 санына тең болатын бірінші тезес көріп шығайық. 792-ні 190, так. Мен керісінше кішісін 4-ке көбейтсем, үлкенін шығаратындай тексеріп шығайын. 400, 760, 792 адан шығады екен. Так, мұнаны көрейік. 4-ке көбейтсек бұл шықпайды. 158-ді 4-ке көбейтсек 337 шықпайды. 245-ді 4-ке көбейтсек шықпайды. 184-ді 4-ке көбейтсек шықпайды. Енді мұнаны тексеру ғана қалды. Екі бүтін санның қосындысы мынаған бөліне ме? Соны тексеруіміз керек. Яғни 198 қосылған 792, 0, бір ойда болса 9, 8, тағы бір ойда 990. Бұл 495-ке бөлінеді, я, көрініп тұр 495-ке. Яғни 495-ті 2-ке көбейтсек 990. Онда біздің к 2-ге тең болып тұр мұнда. Ол к-ның мәні қажет емес. Бізге осылай тексеруіміз керек болды. Сонымен А нұсқасы жауабы. Осында екі шарттың қайсысы тез, соны тексеріп шықсаңыз, өз қателер бірден алып тастауға болады. Бізде барлық қателерін тауып тастадық, бірақ шартпен. Мұнымен тексере салдық. Түсінікті? Келесі есепке кеттік. Есеп машинасы жүп санды 2-ге бөледі, ал тақ санды 5-ке арттырады. Осы алгоритм бойынша қандай бір тақ саннан 3 амалдан кейін 35 саны шықты. Бұны кері амалмен табуға болады. Немесе нұсқаларды орындарына қою арқылы шығаруға болады. 35 шыққанша 3 амалдан кейін 35 шығу керек. Енді мен кері амалын көрсетейін. Яғни үшінші амал.
3 амалдан кейін 35 саны шықты дейді. Так. Так, бізде 3 амалдан кейін 35 саны шыққан. Так, бұл тақсан, я? Тақсан болса, онда бұл 5-ке арттыру керек болған, онда бұның алдында 2-ге бөлгеннен шыққан сан, онда біз керісінше жүретін болсақ, 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл 70 болған еді. Үшінші амалды орындарымыз бұрын, онда ол 2-ші амалдан шыққан, бұл 70 болған. Бұл 5-ке арттырды. 5-ке арттырғанда 70 шыққан, онда біз 70-тен 5-ті аламыз. 65. Бұның алдында бұл бірінші амал, онда бірінші амал бізде 65 бұл 2-ге көбейткеннен шыққан, онда бізде бұл бастапқыда 130. Так, 3 амал болса, е? Онда есеп машинасы жұп санды 2-ге бөледі. Так, есеп шарт. Біз мына амалды орындадық, бірақ бізде 130 шықты. Ол 130 мұнда бізде ондай вариантта жоқ. Бізге берілгені еще. Бізге берілгені. Бізде мұнда жұпсан қалды. Ал бізде қандай бір тақсаннан. Яғни бізге тақсан керек. Мынау жұпсан шықты, я? Онда бізде мұна нәрсені орындауымыз керек. Мұна 70. Мүмкін оның алдында 2-ге бөлгеннен шыққан, онда біз 70-ті 2-ге көбейтеміз. Онда бізде 140. Ал 140 қандай саннан шықты? Ол 5-ке арттырғаннан шықты. Онда біз 140-тан 5-ті азайта аламыз. Сонда бізде 135 шығады екен. Көрдіңіздер ме? Мына жерден жатыспамыз керек. Яғни 2 амалды қолданып көруіміз керек. Онда 135 шықты. Немесе біз нұсқа бойынша шығарсақ та осы 135 шығады екен. Онда біз қалай тексерер едік? Мысалы 55-ті мен қателесіп бастап тексерсек, бұл 55 тақсан, онда ол 5-ке артады, бұл 60. 60 жұпсан, онда ол 2-ке бөледі жұпсанды. Онда бізде 30 шығады. Ал 30 деген бізде жұпсан, ол біз 2-ке бөліп жүреміз. Бізде 15 емес, 35 шығу керек үш амалдан кейін. Сол сияқты 135-ді де тексерсек, онда мұнда 55 және 135 бар, онда біз 55-і қате, онда біз 135 тексеріп көрейік. Осы шарт орындалма. 135 ол тақсанды 5-ке арттырады. Бірінші амал, онда ол 140. Ал бізде 140 жұпсан болса, ол бізде 2-ке бөледі. Онда бізде 70. 70 тағы да жұпсан, оны бізде 2-ке бөледі 35. Яғни есептің шарты бойынша 35 саны шықты. Келесі есепке кеттік. Мынаны қараңыздар. P және Q натурал сандары берілген. P санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалады. 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалатын санды қалай жазуға болады? 7n плюс 4. Немесе 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалатын сандардың әріпті өрнек түрінде жазылуы, яғни математикалық тілге аударылуы деп айтайық. Ал Q санын 7-ге бөлгенде 3 қалдық қалады. Ол 7n плюс 3. Яғни мұнда P, Q көбейтінісі 7-ге бөлгенде қалдық. Так, мұнан мысалын қарастырайын. Екеуін көбейтсек, 7n плюс 4 пен 7n плюс 3-ті көбейтетін болсақ, 7n мұнда көбейтілсе, әрбір мүшесі екіншінің әрбір мүшесіне көбейтіледі. Қосып жазылады. Сонымен 49n квадрат қосылған 7n 3-ке көбейтілсе 21n, мына жақта 28n қосылса 49n, я? Төртішіміз 12. Енді осыны 7-ге бөлгендегі қалдық дейді. 7-ге бөлгенде әрқайсысын 7-ге бөлсек, мұнда 7-ге бөлінеді. Мына өрнек, яғни 7n квадрат қалып тұр. Бұл қалдықсыз. Мұнда 7n қалып тұр. Мұнда 12-нің ішінде 7 бір рет бар, және қалдық 5.
яғни 1,7-ден 12 дегенді қалай жазамыз? 1,7-ден 5, яғни бізге қалдық керек 5. Мына жақта 5 пен 5 салыстырсақ, екеуі тең. Мәндер өзара теңізса нұсқасында тұр. Енді мен вариант бойынша қалай тексерер едік? Мысалы 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалатын сан, ол 11. Сол сияқты 18, 25, тағысын тағы кете береді. Мен ең кішкентайын тексерген мәғым оңай. Онда 7-ге бөлгенде 3 қалдық қалатын 10, 20, 17, 24. Енді мен 11 мен 10-ды көбейте салайын. Ол бізде осылай бір сандарды беріп жұмыс жасаған кезде мынау қиындау көп оқушыға, сондықтан осылай жұмыс жасаңыз сізге тиімді. 7-ге бөлген 4 қалдық қалатын санды сіз 11 екенін табу оңай ғой сізге. Мына формуладан көрі. Мен екеуін көбейтсек 110. 110-ды 7-ге бөліңіз, қанша қалдық қалады екен? Так, бір рет 7-ні алдық 4, мұнда 40, ол 5 рет 35. Қалдық 5. Мына жол оңай ма, мына жол оңай ма, өздеріңіз қарастырасыз. Келесі есепке кеттік. Цифрлары әртүрлі болатын ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандардың айырмасын табыңыз. Ең үлкен болатын 3 таңбалы сан ол бізде 987, е? Ең кішісі бізде қанша? Ең кіші 3 таңбалы сан ол 123. Цифрлары әртүрлі, е? Яғни азайтсақ 4, 6, 864 нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Екі санның қосындысы 419-ға тең. Оның біреуі бір цифрмен аяқталады. Егер бірді сызып тастасақ, онда екінші сан шығады. Осы сандардың кішісін табыңыз. Жаңағы жолмен шығарайық. X, Y, 1, ол бізде 100X қосылған 10Y қосылған 1. Бірді сызып тастасақ, бізде X, Y қана қалады. Онда ол 10X қосылған Y. Енді осыларды қоссақ, 419-ға тең дейді. Қосайық 110X қосылған 11Y. Мына 1-ді, 419-ны алып тастасақ, 418. 418. Бұдан 11-ге қысқартуға болады. Сонымен 10X қосылған Y тең. Маның ішінде 3 рет бар дейік. 8, 38, 11. 380-ге 18-ді қоссақ, 38. Яғни, мына 10X қосу Y дегеніміз бізде X, Y еді. Бұл 38 болса, онда X тең 3. Y дегеніміз 8. Сонда бізде 38 деген А саны. Енді нұсқа бойынша шығарып көрсеңіздер де болады. Бір сызылмай тұрған кезде ол 381 болған. Бірді сызып тастады 38. Қоссақ, қанша шығады? 9, 8-ге 3 қоссақ 11, бір ойда 3-ге қосылады 419. Яғни жауап шықты. Келесі есепке кеттік. Баспалдақтың екеуін бірден аттағанда біреуден аттағаннан көрі 10 адым кем болды. Сонда неше басқыш болғанын анықтаңыз дейді. Яғни бізде барлығы белгісіз. X баспалдақ болса, 2-2-ден аттаса, ол осының жартысын аттайды. Сонда оның айырмашылығы 10 адым кем. Яғни кем десе, үлкеннен кішісін аламыз. Сол кезде біз қанша кем екенін анықтауға болады. Сонда бізде X-тан X бөлінген 2-ні алсақ, онда бізде 2-ден 1, X тең 10. Бұдан X тең 10-ды 2-ден 1-ге бөлсек, ол керісінше көбейтіледі дағы 20 болады.
Енді нұсқа бойынша қабылдайтын болсақ, 30-ды тексеріп көресіз мысалы. 30-ды ол 30 рет аттайтын еді. Ал 30-ды 2-ге бөлсе, ол 15 адым аттайды. Айырмашылығы 15 адым бізде. Сол сияқты мына 35 тексерсеңіз 34, 17 адым және 18 адым. 35-тен 18 алсаңыз айырмашылық 17 адым. Бізге 10 адым керек. Сол сияқты мына 20-ны тексерейік. 20-ны 20 адыммен аттайды егер. Ол асығып бара жатып 2-2-ден аттаса, ол 10 адым. Айырмашылығы 10. Я, келесі есепке кеттік. Ойлаған санның оң жағына 9 цифрын тіркеп жазып, сонда шыққан санға алғашқы санды 2 еселеп қоссақ 630 шығады. Ойлаған санды табыңыз. Ойлаған санның оң жағына 9 цифрын тіркеп жазып. Так, ойлаған санның мында вариант бойынша тексеріп көруді ұсынамын. Сол өте оңай жолы сіздер үшін, барлығы үшін. Математика қабілетті балаларды қоспағанда 52-нің санның оң жағына 9 цифрын тіркеп жаздық. Шыққан санға алғашқы санды 2 еселесек, алғашқы сан 52, ол 104. Қоссақ 633 шығады дейді. Я, 2 еселеп қоссақ 633 шығады. Ойлаған санды табыңыз. Біз 52-ні тексеріп жатырмыз. Қоссақ 529-ға 104-ті қоссақ 3 бір ойдағымен 3 1-ге 5-ті қоссақ 6 633 шықты, яғни 52 жауабы. Осылай сізге тексерген оңай болады. Келесі есепке кеттік. 6, 7, 3 және 2, 4 цифрымен жазылған ең үлкен және ең кіші 4 таңбалы сандардың айырмасын табыңыз. Енді осындай цифрларды пайдаланып, ең үлкен санды жазған кезде цифрларды кему ретімен орналастырамыз. 7, 6, 3, 2 десек, бізде ең үлкен сан пайда болды. Енді айырмасын табу керек. Ең кіші санды жазған кезде цифрлардың ең кішісінен өсу ретімен жазу керек. Сонда бізде мынандай сан шықты. Так, 12-ден 7-ні алсақ 5, мына жерде 2-сі кетті 6, мынаның біреуі кеткен 2, 7-ден 5265. Бұл ең нұсқасында тұрған есеп екен. Кеттік келесі есепке. Мына есепте қарасаңыздар, 2 санның қосындысы 1244. Егер бірінші санның соңына 3 цифрын қосып, ал екінші санның соңындағы 2-ні алып тастаса, екеуі теңеседі. Осы сандарды табыңыз дейді. Мында қоссақ 2 санның қосындысы 1244. 1244 бола ма, мында болмай ма? 1532 мен 15-ті қоссақ, бұл келмейді жауапқа. 13 пен 1232-ні қоссақ, бұл 1245. Мында қоссақ 1244 мынадан шығады екен. Қазір мынаны көре салайық. 1132-ге 112-ні қоссақ шығады. Мынаны көрейік. Бұдан да шыққалы тұр. Енді мынаны ойланайық. Бірінші сөйлем А-мен В-да орындалмайды екен. Егер бірінші санның соңына 3 цифрын қосып, соңына, ал екінші санның соңындағы 2-ні алып тастаса, екеуі теңеседі. 2-ні алып тастаса, соңына 3-ті жазса дейді. Теңеседі дейді. Яғни, мынаған келеді шарт, байқасаңыздар. 3 цифрын мында жазып, мына 2-ні алып тастасақ, екеуі де 123 болды. Яғни Е нұсқасы. Көп есептеудің қажеті жоқ. Осылай логикалық түрде жауаппен іздеп көрсеңіз, есептің шарты өзі дайын тұр екен, иә? Келесі есепке кеттік. 51 43, 51 73, 53 73, 41 63, 43 70 сандарындағы цифрлар белгілі бір әріптермен белгіленген. 5173 сандық белгінің сөзін табыңыз дейді.
мынаған қандай сандар сәйкес келеді, соны қарастырайық ендеше. Такс, жоба. Такс, 43-73-ке қандай сан сәйкес келеді? 53-73. Такс, бізде екінші және төртінші әріптері бірдей, яғни мына екеу екен, е? Такс, яғни 3-7-3 дегеніміз бізде байқасаңыздар РА болып тұр. РА. 73 деген бұдан басқа қайсында бар? Мына екеуі кетті, бұл екеуі қара жара деген сөз. Так, 73 мында бар. Яғни бұл Р. Бұдан анықтауымызға болады. 5 пен 1 бізде бастапқы екеу НКО. Онда 5 Q болса, О деген 1. Онда қора деген сөз келіп тұр екен. С нұсқасында. Осылай анықтасаңыз болады. Келесі есепке кеттік. Екі санның көбейтіндісі қандайда бір натурал санның кубына тең. Ал бөлінісі сол натурал санның квадратын береді. Осы сандарды табыңыз дейді. Яғни 124 пен 4-ті көбейтіп көріңіз. Осы сандарды табыңыз дейді. Так, 124, 400, 480, 496. Бөлінісі бір санның квадратын кубын береді дейді. Бұл қандай санның кубына тең екен. Келесі квадратын береді. 124 4-ке бөлсек бізде 31. Бұл қандай санның квадратын бермейді. 243. 243-ті 3-ке көбейтсек, 243-ті 3-ке көбейтсек бізде қанша шығады? 600, 720, 729 бөлсек бізде 81. Бұл 9-дың квадратын береді. Ал мынау 9-дың кубын береді. Онда мына жауап дұрыс келіп тұр, е? Ары қарай тексерсеңіздер, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Яғни жауап осы. Келесі есепке кеттік. Яғни осы шарттың сөйлемдегі шартты орындай отырып есептерді шығарсаңыз болады. Келесі есепке кеттік. Екі санның қосындысы 462-ге тең. Оның біреуі 0-мен аяқталады. Егер 0-де өшірсек, онда екінші сан шығады. Осы сандардың кішісі неге тең? Кішісі неге тең? Енді мына нәрсені еске түсірейік. Мынау 0-ді өшірген кезде шыққан сан, онда біз 0-ді өшірмей 440. Онда 440-ті 44-ке қоссақ, 484 бізде, е? Сол сияқты мұнда 420-ны қоссақ, 462. Яғни мына есептің шарты шықты. Енді жауабы бірде мынау деп табуға болады. Енді жаңағы бастапқы осыған ұқсас есептерді көргендегідей шығарам десеңіздер, сол жолға қарап шығарып көрсеңіз болады. Мен арғай жылжайын, е? Сіздер үшін 5 нұсқаны тексерген сіздерге жеңіл, ондай бір теңдеу құрғанша. Келесі есепке кеттік. 3 таңбалы сан 9 цифрымен басталады. Егер осы 9 цифрын санның оң жағына ауыстырса, алғашқы саннан 216-ға кем 3 таңбалы саны шығады. Алғашқы санды табыңыз дейді. Енді нұсқа бойынша да іздеп көрсеңіз болады. Мысалы, 965-тен 9-ды оң жағына ауыстырса, онда бізде 659 деген сан шығады. Аз айтсақ, 6, 0, 306. Ал бізге шығу керек 216-ға кем деді. Осы сияқты. Ал егер мынандай жағдайды айтты бізге. 9xy деген сан мынандай. 9-ды мына жағына ауыстырса, ол xy 9 болады. Сол кезде ол 216. Жаңағы теңдеу жолы. Бұл бұнаны жіктеп жазатын болсақ, 900 қосылған 10x қосылған y алынған 100x
алынған. Неге минус болып отыр? Өйткені мына минус, мынаның барлықтарын минусқа өзгертеді. 10y алынған 9 тең 216. Сонымен 10x-тан 100x алынса, тәкс. Қанша болады? Минус 90x, мынау минус 9y болады. Және минус 9 891 ол мына жаққа өтеді, плюс минус болады. Сонда 216-тан жаққа аласылайын. 891-ден 216-ны алсам, минус шығады 5, 7, 6, минус 675 деген сан. Енді бұны не жасаймыз? Тәкс. Бұнда барлығы бізде 9-ға қысқарайын деп тұр. Минус 9-ға. Бірден минус 9-ға қысқартайық. Сонда 10x плюс y тең мынаның ішінде тәкс. 7 рет бар, 75. 10x y дегенді біз былай жазсақ, онда x-іміз 7-ге тең, y-іміз 5-ге тең. Яғни бізде қандай сандар еді? 975 деген сан, бастапқы сан. Яғни с нұсқасында тұр екен. Енді біз мынаны шығарып жатқаннан көрі, мұнда бірден тез еді, в нұсқасында да осылай тексересіз. С-ны тексересілік бірден дұрыс жауапты. 975 алынған 759-ды азайтқан тез ғой, мына жолдан шығарып жатқанша. Мұны оқушыларыма осы жолды көп үйрет, мына жолды көп үйретем. Мұнда бізде 4 мұнда. Біреу мұнда кетіп қалса, тәкс. 759. Тәкс, x y-іміз 75. Тәкс, мұнда 6 екен ғой, кешірім сұрайым. 6, 15-тен 0. Тәкс. Мұнда біреу кетті, мұнда 1. Мұнда 216. 216-мыз шықты, яғни с нұсқасы екен. Келесі есепке кеттік. Екі санның қосындысы 561-ге тең. Оның біреуі нөлмен аяқталады. Егер нөлді өшсек, онда екінші сан шығады. Осы сандардың кішісі неге тең? Мұнан жаңа вариантпен шығарған бізге тез болады. 41 нау кішісі, үлкені онда 0 бар. Яғни 0-мен аяқталады деді. 0-ды сызып тастаған, өшірген. Онда 410. 410-ға 41-ді қоссақ, 451. Бізге 561 шығу керек. Сол сияқты 50 қосылған, соңында бізден тағы 0-ді өшіріп тастаған, онда 550. Бұл емес, С нұсқасы 53 қосылған, соңында 0 тіркесек, 583 бізде, Сол сияқты D 51 қосылған 510. Бұл 561. Міне тез шықты. Келесі есепке кеттік. Мына есепте ондық цифрлары бірліктер цифрларынан үлкен болатын қанша 2 таңбалы сан бар. Бізде 2 таңбалы сан 10-нан басталады, ендеше 1, 0. 1-мен басталған бірлік цифр, ондық цифрлары бірліктер цифрларынан үлкен. 1, 0-ден үлкен. Одан кейін 11-ді жазсақ, ол бізге не? Қате болып қалады. Сонда біз 1-ге 1-мен басталатын бірліктер цифрларынан үлкен болатын бір ақ сан бар екен. 2-ні жазайық, 20 жазамыз, 21 жазамыз, 22 жазсақ, өзі теңеседі. Яғни, екіншіде екеуі бар. Осылай өсе беретін біз көруімізге болады. 30, 31, 32, яғни бірліктер цифры кіші, 3-те 3-і бар. Осы сияқты жаза беретін болсақ, бізде 1, 2-де 2-і бар, 2-мен басылатын, 3-те 3-і бар басылатын, 3-пен басылатын, 2 таңбалы сан.
осылай кете береміз, 5, 6, 7 қосылған 8 қосылған 9. Мысалы 9-ды жазып көрейік. Бірлік цифр бұнадан кіші болатын. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 болса уже теңеседі. Яғни бірліктер цифрынан кіші міне. Бірліктері ондықтарынан кіші барлығында, қанша сан бар? 9 сан бар. Міне осы сияқтынан барлығы осыдан шықты. Енді қосатын болсақ, бізде 4 жұп бар. 9 қосылған 1, көбейтілген 4. Гаусс әдісі бойынша тауып жатырмын. Ең ортасында бізде 5. Онда бізде барлығы 45 сан бар екен. Келесі есепке кеттік. Жора, жата, жара, тара, жота сөздеріндегі әріптер белгілі бір цифрлармен белгіленген. Жота сөзінің сандық белгісін табыңыз дейді. Мұнда бірдей сандар, мұнда да бірдей әріптер бар. Мұна үшеуінде қарасаңыздар, екінші, төртінші әріптері ылғи А. Осындайларды қарайық. Бұнда ылғи Алар тұрды ек. Бірінші әрбі, үшінші әрбі белгісіз. Әзірге А. Үшінші де 2 бізде А. 3 белгісіз. Төртіншісі А. Бірінші белгісіз. Енді мұнадан не көруге болады? Қандай айырмашылық бар? 42, 62, 42, 32. Осындайларды қарастырайық. Біріншісі бірдей, және екінші, төртіншілері бірдей. Жара мен жата. Яғни біріншісі бізде мұнда Ж әрпі. Төрт бізде Ж болса, онда міне Ж. Қалғандар анықталды. Енді 3-ті анықтап алуымызға бола ма? 3-ті. Болады әрине. 3 бізде үшінші әріптерде ылғи 3 рет 3 бар. Яғни үшіншісі бізде R екен. 3 деген сандардың бәрі бізде R. Бізге жотаны табу керек. Яғни 45, 62 екен. Байқадыңыздар ма? Келесі міне тәкс. Ж анықталды. Бізде бір ғана Т, ол мына жерде міне 6 дегеніміз Т екен. Онда Т. 5 дегеніміз О қалады сонда. 6 дегеніміз Т. Онда бізге анықтау керек жота. Жота бізде С нұсқасынан шықты. Келесі есепке кеттік. Осы соңғы есеп екен. Қалған қайталанып кеткен есептер. Осымен осы сандарға байланысты мәселе есептер тақырыбындағы видео сабағым аяқталды. Тағы қайталайын. Сабаққа қатысты ұсыныстарыңыз болса, маған дайректке жазуларыңызға болады. Және осы менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Жақсы жаңалықтарды мен хабарлап, болашақтағы жобаларымды сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Бәлкім сіздерге де пайдасы тиіп қалар. 11-ші сыныпта оқитын іні қарындас достарыңыз болса, олармен де бөлісе отырыңыз. Өзіңізден 1-2 сынып төмен оқитын оқушылар болса, оларға да айтып ескертіп қойыңыз. Пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Рахмет.